От жақпай темір пісірген қау көрігі балқылдап, балға төсі шаңылдап. Ердәуіт бірім сен қолдасаң, мен мұнда. Бұл сөздерді сіз естігенде боларсыз. Бұл халық арасында жүрген сөздердің бірі. Міне біз бүгін дәл сол Ердәуіт бабамыздың мекені, Түркістан облысы Сарыағаш ауданы, Дарбаза ауылдық округі, Сандықтау шоқысында орналасқан әулие Ердәуіт бабамыздың мекенінде тұрмыз. Ассалаумағалейкум, сіздермен бірге аңыз бен ақиқат бағдарламасы. Бағдарлама тізгінінде мен Бекжан Абдашимов. Бүгінде біз сіздермен бірге аңыздың астарынан ақиқатты бірге іздейтін боламыз. Ердәуіт ата қасиеті мол ұлық әулие. Оңтүстік өңіріндегі Түркістан облысының Сарыағаш ауданында Дарбаза ауылы округінің Сандықтау шоқысында орналасқан Ердәуіт ата әулие ұсталықтың және темірдің бірі болған. Ердәуіт бабамыздың ең алғаш теміршілік өнерге мойын бұрғанын баян ететін аңыз әпсананың өзі қызық. Алғашында Дәуіт бабамыз жасы 60-тан асқан үлкен қариялы адам болған екен. Шын мәніне келгенде оның қай ғасырда жасағаны белгісіз, ешкімде оны дөп басып айта алмайды. Сонау ғасырлар қойнауында ертеде ғұмыр кешкен Дәуіт пайғамбардың да өз кезінде ұсталық, теміршілік өнермен атақ даңқы шыққаны белгілі. Анығы осы содан қаншама уақыт, сан ғасырдан кейін Ердәуіт ата сол кәсіппен жолды иеленіпті. Ердәуіт бабамыздың осы жасаған үйлері осы қатар. Жоғарыдағы Ердәуіт бабамыздың үйі. Сол үйге қарап, бабаларымыз осы қатар тамдарды саған екен. 6-7 бөлме. Бірінші бөлмеде біздің бабаларымыз жасаған. Екінші бөлмесі. Кейіннен ар жағындағысы қоймасы. Біздің тілде айтқан холодильник дейміз ба, өзінің азық түлігін осы жерде сақтайтын болған. Кейіннен ар жағындағысы ат қорасы болған екен. Кейінгісі түйеқанасы. Кейінгісі өздерінің жаңағы қысқа несін аз нелерін жасап алып отыратын тамы болған екен кейінгі бөлмесі. Қысқа жаңағы от жағатын отындарын несін қойып қоятын бөлмесі болған. Қазір енді халықтың көбейгеніне қарай осы тамдардың бәрі отырып күнделікті қонақтар күтетін жай болып жатыр. Ілгергі уақыттан бері. Мынау кейіннен салынған дүниелер бұлардың бәрі. Алдыңғысын бәрі көнеден келіп жатқан, осының ешқандай өзгеріс болған емес. Ішкерісіндегі жер әктегеніміз болмаса, басқасының бәрі баяғы көнеден келіп жатқан бөлмелер. Кейіннен онша алдарын сәл жөндеп қойғанбыз. Бұрынғы көнеге ұқсатып сәл. Басқасын бәрі сол баяғы тарихы сол уақыттан бері келіп жатыр. 904 жылы салынған екен. О тамдар присяндар дейді. Присяндар қолмен қашаумен қашап саған екен. Осы бөлмелерді. Сол бөлмелерден қазір осы бөлмелердің бәрі қолданып келе жатыр. Көпшілікпен зияратшылардың келуіне қарай бәрі көркейіп, енді өзгеріп келе жатыр қазір. Заманымызға қарай жаңарып. Осы бөлмелердің бәрі. Ердәуіт ата әулие ұсталықтың, темірдің пірі болған деседі. Шын мәнінде бабамыздың қай ғасырларда өмір сүрген туралы ақпарат жоқ. Оны ешкімде дөп басып айта алмайды.
Ердәуіт бабамыз дәл осы жерді мекен еткен, және де өзіне қажетті барлығын осы жерде ұйымдастырған екен. Мына алдарыңызда көріп тұрған дүние, шырақшының айтуынша бұл жер мұздатқыштың рөлін атқарған екен. Жаз мезгілінде дәл осы жер өте салқын болады екен. Сондықтан да мұздатқыш деп те айтуға болады дейді. Бәріміз бірге көрейік. Біздің келген себебіміз Ердәуіт бабаға дүкен ұстағаннан кейін келеміз. Осы жерге әке-шешеміздің бауырларымыз мәшіне алған кезде, осы жерге қан шығарып, Ердәуіт бабаға зиярат қылып келіп тұрамыз. Соларды көріп өскеннен кейін бізді зиярат қылып келген жолымыз бар. Дүкен ұстағаннан кейін, vulkanды істегеннен кейін, мәшіне мінгеннен кейін, аңыздардан қалған жер болғаннан кейін зиярат қылып, осы жерге Молдекенге келіп, Ердәуіт атаға онша-мұнша темір терсек тастап сөйтіп келіп зиярат қылып тұрамыз. Елдің айтуына қарағанда, Ердәуіт ата төрт тарапта жатқан бүкіл әулиелердің ішінде ең қасиеті мол, ең кереметі, ең ұлығы, ең сабырлысы екен. Тіпті жаратушы Аллахтан үкім болып, уақыт сағаты жетіп төрт мұқырап періштенің бірі, Ғазраил жанын алайын деп келгенде, жарықтық әулие «Әлхамдулиллах Раббил Әләмин, Құдайға шүкір тоба» деген екен. Міне осындай пәне жалғанда, ажал уақыты соққанда да, ешбір саспай, сабырлық танытқан жоғары қасиетіне сүйсініп қалған Аллах, оған тағы да қайтадан бір адамның ғұмырындай өмір беріпті. Сөйтіп ол ұзақ жасаған екен. Құрметті көрермендер, менің артыма тұрған құрылыс бұл Ердәуіт бабамыздың мекен еткен үйі. Қазіргі таңдағы мешіттің рөлін атқарады екен. Және де тағы да бір қызығы, бұл жерде жер асты жолы бар екен. Дәл сол жер асты жолы арқылы кезінде адамдар Түркістаннан шығуға мүмкіндігі болған дейді. Біз қазір оны өз көзімізбен көретін боламыз. Қазіргі біздің тұрған жеріміз бұл Ердәуіт бабамыздың ең алғаш мекені, үй арқылы кіретін, Түркістаннан тікелей шығатын жер асты жол екен. Бірге көрейік. Бисмилля. Тамаша, мына жақта тікелей ар жаққа дейін тағы да жол бар сияқты. Өкінішке орай жер асты жолы уақыт өте келе жабылып қалыпты. Аңыздың айтуынша Хазірет Дәуіт ата кәпірлермен бірнеше рет ұрысқа түсіпті. Бір жаугершілік заманда ата олардан қашып келіп, Сандықтау шоқысындағы осы тасқа паналапты. Сонда ол, Құдайым-ай, өзің мәдеткір болып жәрдем бере көр деп мүнәжат етіпті. Ердәуіттің қалпағын, басын, иығын жаудың көзіне түсірмеу үшін жаратушы иенің өзі де жәрдем беріпті. Тас өз-өзінен ерігендей ойылып, Ердәуіт ата оған жауырынын беріп тұрып, кәпірлерден құтылып аман қалыпты. Сол себептен де халық қалпақ тасты паналау тасы деп те атайды. Құрметті көрермендер, біздің келесі келген орнымыз Ердәуіт бабамыздың ұстаханасы. Бұл жерде Ердәуіт бабамыз төрт тарапқа бүкіл әлемге танымал болған керемет дүниелерді жасаған орын деседі. Елдің айтуына қарағанда бұл жер өте қасиетті, өте киелі екен. Дәуіт ата қадам жайына зайрат еткен қалпақ тастан кейін оның жоғары биігіндегі қатар тұрған үлкен қорған, ортаңғы қорған және ішкі қорған деген үш үлкен жақпар тастарға келеді. Бұл тастардың да өзіндік құпия сырлары бар. Содан соң сәл жоғары көтерілсең, Ердәуіт атаның киелі бедел тасы көзге шалынады. Бұл тас 60 жастан асқанша қарапайым ғана ғұмыр кешкен атаның кейінгі уақытта ғана ілім-білім жолына түсіп, жоғары керемет қасиеттерге жетіп, кемелденгенін, беделінің көтерілгенін еске салып тұрғандай. Жалпы Ердәуіт ата екі адам ғұмырындай 200 жылдан аса ғұмыр кешкен екен деседі.
Түркістан өңірінде ұлық әзіз әулиелер қоныстырағы еткен жайлардың бір қатарында киелі тесіктас әулие бар. Ердәуіт атаның қасиетті қадам жайында да зиярат етушілер өтетін тесіктас кездеседі. Одан өтуге ниет еткен жан бір сәт өзінің өткен өміріне сын көзбен қарап, кімге жақсылық, кімге жаманшылық жасаған ой сүзгісіне өткізіп сараптап алады. Жасаған күнәлері үшін іштей Аллах тағаладан кешірім сұрайды. Ердәуіт атаның бесік тасының өзіндік керемет қасиеті бар. Оған жантайсаң, тұрғың келмей балбырап рахат күй кешесің. Жалған дүниеде жасаған күнәлерінің барлығы төгілгендей, ауырлығының бәрін алып қалғандай жеңіл сезінесің дейді. Оған жатқан адамда бел ауру, аяқ ауру болмайды екен. Бел ауруында, аяқ ауруында қояды дейді. Халық бесік тастың осындай керемет күшті деп іспеттейді. Ердәуіт атаның темір өңдейтін ұстаханасы тастан ойып жасалған үңгірге ұқсайды. Хазірет ата кезінде осы арада балға мен төсін сайлап, мұсылман әскерлерінің қару-жарақтарын соққан екен. Қазір бұл үңгір зиярат етушілердің шырақ жағатын, тілек айтатын орнына айналыпты. Шектен тыс үлкен оттың жанған әсері болар. Ұстахана үңгірінің қабырғалары қап-қара күйе-күйе болып тұр. Негізінде Хазірет Дәуіт кәпірлермен көп ұрысқа түскен. Ердәуіт атанғанының бір сыры оның ерлік, батырлық қасиеті танылған. Жау жүрек ісі орын алған оқиғасы көп болса керек. Қарсыласының өте үлкен алып адаммен айқасып, оны шүбәсі жеңгендіктен ер атаныпты деген әңгіме де бар. Ердәуіт ата ұстаханасының алдында тағы демалатын орны бар. Хазіреттің өзі кезінде сол тағына жайғасып алып жан-жаққа қарап отырыпты. Кәпірлерді сандықтау шоқысының осы биіктеу қия беткейінен бақылапты. Орындықтастан соң автокөліктің түрлі темір терсегіне кезігесін. Бұл жерде қазақ атамның ырым жоралғылары орын алған. Темірдің пірі Хазірет Дәуітті естен шығармаған көлік жүргізушілер шүкіршілік жасап бәлекеттен қақпайлап жүрсін деп ниетпен бір затын қалдырып кетеді екен. Көлігі жоқ кісілер ырымдап сол заттардың бірін алады. Мен де көлікті болайын деген тілекпен. Кейбір жүргізушілер бір затын тастап, осындағы бір затты алып кетіп жатады. Көлікке аяқ артқан әрбір адамзат баласы жолын адал ұстағаны, ұсталық пен темірдің бірі Ердәуіт атаны ұмытпаған ләзім. Қазақтың құнарсыз жері, қасиетсіз мекені жоқ. Тарихты дәріптеу сіз бен біздің қолымызда. Аңыздың астарынан ақиқатты әрқашанда бір кездейік.